хандықты басқарудан үлкен мемлекеттің жүйесін құратындай талант болған екен бойында. Бұл кейінгі архивтен табылған екен. Егер Әбілқайыр аға сұлтан болып кетсе, қазақ хандығы қайтадан бас көтереді деген. Яғни мемлекеттің іргесін қалайтындай дарын болған екен Әбілқайыр. Бұның көп бейнесі ашылмай жатыр екен ғой. Сол Әбілқайыр бар кезде, кіші жүздің жеріне Хиуаң, Қоқан хандығын тұяғын басқан емес, бері қарай. Себебі осы сол сырдың бойында халық бір шалқып өмір сүрді. Өйткені жері шұрайлы, шалқыған көл және отырғыш жел, ол сырдың бойындағы бекіністердің көп болуы, қалалардың ізі көп болу себебі отырғыш жел. Ол жерде егін еккен. Өйткені су мол, жері жақсы. Анау кіші жүздің жері әрі қарай, батысқа қарай кетеді. Бұның барлығы жақсы, рахат, берекелі өмір сүрген ғой. Әбілқайыр өлгеннен кейін барып, мына қоқандықтардың бері қарай келіп, бекініс салып, қазақтан алым салық төлеп, сол кездегі бір қиыншылық, біздің жерде аңыз болып қалып қалған Күмісқорған деген біздің ауылдың іргесінде қорғанның ізі бар. Сол Күмісқорғанның оқиғасын дастан қылып жазған біздің ауылда бір Заматин деген ақын. Сонда алым салық төлеттіреді екен. Білмеймін ғой мөлшерін қанша екенін. Соны үлгіріп бере алмай қалған кісілер болатын болса, қызын алады екен орнына. Қызын алғанда да ағынекелеп арулап алмайды, сол Қоқанның бегіне бір түн қойнына салу үшін алады екен. Көнбесе қырып кетеді. Көнбесе екінші қызын қоса, үшінші қызын қоса алып кетуі мүмкін. Әскер көп қой. Сондықтан амал жоқ. Сондай қадамға барған кездерде болған екен. Бұл не деген қорлық? Көзі тірі адамға қызын бірге қорлатып, қазақтың дәстүрінде болып кетті. Соған халық шыдамай көтеріліс жасайды. Сонда көтерілісті басқарған Түлкібай батыр деп біледі. Негізі қате кеткен екен, бұның Сасық Балық деген ағасы болған дейді. Негізі батыр сол көшті бастаған сол екен. Түлкібай інісі екен. Бірақ сол көтерілісте болған Түлкібай. Ал енді бұл бір берекенің кеткен кезде Әбілқайырды өлтіріп алған, яғни ханды сақтай алмауы, соның зардабы қанша халықтың көз жасын төкті. Кеше ғана өзімен санасып, жері түгіліп, бері қарай шекарадан көз салуға қорқып отқан қоқандықтар келіп қызын қойнына басты. Ханды өлтіріп алған үшін. Ал соның алдында ғана сәл артқа қарай шегініс жасасақ, сол кезде менің Алшынбай Құрақ деген бабаларым, өзім тікелей аталарым. Алшынбай билік құрған, сол маңай әкім Құрақ атамыз би болған. Алшынбай әйгілі батыр болған екен. Алшынбайдың мына Түрікпеннен, анау Қазар дейміз, Каспий ғой, сояқтан бар түрікпендердің жерінен, үстірттен әресіп, түрікпеннің елінен бар барымталап, шабуыл жасап, сояқтың елін шауып, сояқтан түрікпеннің бір қызын алып келеді олжылап, інісі Жаңғараға береді. Және қалмақты шауып, қалмақтан бір қыз алып келеді. Бұл жалған сөз емес жігіттер. Тікелей сол түрікпен шешемізден де, қалмақ шешемізден тараған ұрпақтар бар. Қазір қатысып отырмыз біз. Сонда қазақтың дәуірлеп тұрған берекесі бар кезде, ханы бар кезде, басшысы бар кезінде, елдің мықтылығы сондай сырттан жаулаған. Біз үнемі езгіде болған халық емеспіз. Біздің де еңсеміз көтеріліп, сырттан барымталап мал әкеп, тіпті қызын олжалаған кездеріміз бар. Оған тірідегі тек қана көркем шығарма емес, менің ағайындарымды қазір алып бере аламын. Барып шешересін айтқызса, қай атасы қай кезде шешесін әжесін алып келгенін айтып береді. Өйткені екеуінен де ұрпақ бар. Түрікпен әжемізден де, қалмақ әжемізден де ұрпақ бар біздің ауылда. Міне бұл бір қазақтың берекесі бар кезіндегі дәуірлеп сырттан мал олжалап тұрған кезі. Бұндай жағдайлар көп болған. Демек, қай кезде сен бірлігіңді сақтайсың, сенен ағады көршілес кез келген. Қай кезде сен ханыңды өлтірдің, барақ өлтірді ғой. Мысалы үшін, тарихты бар ғой енді, мен шығарып отқан жоқпын ғой. Бар жазығы түсініспеушілік сол кезде. Ол хан деген, ханда 40 кісінің ақылы болады дейді, біз енді талқылай алмаймыз ғой. Өйткені жоңғардың сол кездегі ықпалы қатты болды. Неде болса ұлттың амандығын сақтап қалу үшін одақтас болуға қол қойған шығар Әбілқайыр. Мен түсінігіміз ғой енді. Қамқорлығын ал деген емес, ол орыстардың өзгертіп алған, одақтас болуға. Соған орысқа берілдің деп, Барақ Сұлтанмен қастасып, тек ордада Барақ Сұлтан жазатайым жазым болып қалады. Сөйтіп Әбілқайыр өз кіші жүзді басқарып тұрған өзінде Қоқан көзін сала алмайтын бері қарай. Ат тұяғын өткізбектігі шекарада. Әбілқайыр кеткеннен кейін не болды жағдай? Көрдіңіз ба? Сондықтан қай кезде де Алла бірлігімізден айырмасын. Патшамыз аман болсын, еліміз аман болсын.